Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді әрі оңай жасалынатын салат жасайтын боламыз. Видеодағыдай баклажан, перец, сәбіздердің барлығын аршып, жуып, тазалап алатын боламыз. Егер де көбірек қаласаңыздар, ингредиенттің көлемін көбейтсеңіздер болады. Бұрыштарды қатты майдаламай орташа көлемде сауын қағып турап аламыз ұзынынан. Баклажандарымызды жуып, тұз сеуіп араластырып, кейін қуырмай тұрып, салфеткамен артық суын алып тастайтын боласыздар. Және сковородкамызды қыздырып, қызып тұрған майға барлық жаңағы бұрыштарымызды, сәбіз, пиязды салып, қызарғанша, жұмсарғанша қуырып аламыз. Кейін табамыздан алып тастап, тағы да май құйып, қыздырып әбден баклажанымызды екі жағын аударып, қызарғанша қуырамыз. Салаттың барлығын жинайтын боламыз. Енді чеснок саламыз, қуырылған баклажанымызды дәміне қарай тұз салып, араластырып аламыз. Кейін саласыздар. Мінекей осылай біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.